Сыр өңірі бүгінде байыпты бастамалардың, жарқын жобалардың, байсалды бағдарламалардың орталығына айналды. Тәуелсіздік жылдарында атқарылған саналуан салиқалы істер аймақтың тыныс-тіршілігіне қан жүгіртіп, алдағы мақсат пен міндеттер ауқымында кеңейте түсті. Облыс аграрлы аймақтан индустриалды аграрлы аймаққа айналды. 30-дан астам мұнай кен орындарын игеру басталды. 200 миллион тоннадан астам мұнай өндірілді. Уран өнеркәсібі дамыды. Қарамұрын кен алабында алтынды өнеркәсіптік өндіру. Әлемдегі ең ірі ванади кен орындарының бірі баласауысқандықты игеру басталды. Әлемдегі ең үлкен қорғашын мырыш кен орындарының бірі Шалқия қызметі қайта жанданды. Экономикаға 4,1 триллион теңге инвестиция салынды. Жалпы өңірлік өнімдегі өнеркәсіп өндірісінің үлесі 11%-дан 30%-ға дейін. Ауыл шаруашылығының үлесі 3,9%-дан 6,3%-ға дейін артты. Күріш өнімділігі 44,9 центнерден 59,8 центнерге дейін. Жалпы жиын терім 366,7 мың тоннадан 500 мың тоннаға дейін өсті. 7,9 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Жыл сайын берілетін тұрғын үй көлемі 260 мың шаршы метрден 600 мың шаршы метрге дейін артты. Орталықтандырылған ауыз сумен халықтың 97% қамтылған. Жақсы және қанағаттанарлық жолдардың үлесі 31%-дан 75%-ға дейін өсті. 3684 шақырым автомобиль жолдары жөнделді. 19 көпір салынды. 64,7 мың орындық 173 мектеп пайдалануға берілді. 7 мың балаға арналған 48 балабақша салынды және қалпына келтірілді. 161 денсаулық сақтау нысаны салынды. Спорттық инфрақұрылым нысандарының саны 827-ден 2315-ке дейін артты. Ал дене шынықтыру және спортпен айналысатындар саны 44,5 мың адамнан 257,3 мың адамға дейін өсті. 507 мың бала дүниеге келді. Халық саны 592 мыңнан 824 мың адамға дейін өсті. Ал өмір сүру ұзақтығы орташа есеппен 64,4 жастан 72,8 жасқа дейін ұлғайды. Тәуелсіздік жылдары облыста 15-тен аса қоғамдық ұйымдар тіркелсе, бүгінгі таңда олардың саны 994-ке дейін артты. 2016 жылы мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа 450 миллион теңге бөлінсе, биылғы жылы 1 миллиардтан аса қаржы бөлінді. Ковидпен күресте 106 егу кабинеті жұмыс жасаса, оның 91-і аудандық деңгейде. Үй жағдайында қызмет көрсететін 39 мобильді топ құрылды. Санитарлық эпидемиологиялық нормалардың сақталуын бақылау бойынша 167 мониторингтік топ жұмыс істейді. Ағымдағы жылдың 15 қарашасына облыс тұрғындарының 387,141, яғни 85,6% вакцинаның бірінші компонентін алса, 323,136 тұрғын, яғни 71,4% екінші компонентін алды. Әлеуметтік экономикалық даму бойынша 2021 жылғы қаңтар-қыркүйек айларында өнеркәсіп өнімі өндірісі 543 миллиардты құрап, 100,5%. Мұнай өндіру 3,2 миллион тоннаны құрап, 92,1%. Өңдеу өнеркәсібі 123,8 миллиардты құрап, 112,6%. Инвестициялар 186,4 миллиардты құрап, 100,1%. Құрылыс жұмыстары 63,1 миллиардты құрап, 102,4%. Тұрғын үйлерді пайдалануға беру 502,4 мың шаршы метрді құрап, 103,5%. Ауыл шаруашылығы 120 миллиардты құрап, 102,3%. Шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 50,6 мың бірлікті құрап, 106,6%. Тұтыну бағаларының индексі 106,1%. Жұмыссыздық 16,9 мың адамды құрап, 4,9% болды. 2408 пәтерлік 110 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатса, жыл аяғына дейін 1608 пәтерлік 94 тұрғын үй пайдалануға берілетін болады. Мұнай өндіру 2007 жылы 11,7 миллион тоннаны құраса, 2021 жылғы болжам бойынша 4,2 миллион тоннаны құрайды. Жаңа кен орындарын іздеу мақсатында биыл сейсмикалық барлау бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірлеу аяқталды. Индустрияландыру бағдарламасының 3-ші 5 жылдық аясында құны 543 миллиард теңгеден асатын 46 инвестициялық жобамен жұмыс жүруде. Бұл өз кезегінде 7,4 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Экономиканы әртараптандыру саласы бойынша 2021 жылы іске қосылатын объектілер қатарында құны 42,1 миллиард теңгені құрайтын 226 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін Қызылорда қаласындағы табақ шыны өндіру зауыты, құны 2,9 миллиард теңгені құрайтын 198 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін Арал ауданында испан технологиясы бойынша тамақ және техникалық тұз өндіретін 3-ші цех, құны 130 миллион теңгені құрайтын 25 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін Жаңақорған ауданында керамзит және керамзит блоктарын өндіру өндірісі, құны 82 миллион теңгені құрайтын 7 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін Сырдария аудандағы күріш өңдеу цехы бар.
Ал жоба құны 235 миллиард теңгені құрайтын 1540 жұмыс орнын ашатын Жаңақорған ауданындағы Шалқия кен орнындағы кен байыту комбинаты мен Арал ауданындағы құны 93,5 миллиард теңге 699 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін кальцийленген сода өндіру зауытының құрылысы басталады. Ал құны 3,9 миллиард теңгені құрайтын 120 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін Жаңақорған ауданындағы бройлер өсіретін және тауық етін өңдеу құс фермасы құны 1,9 миллиард теңгені құрайтын 47 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін Қармақшы ауданында жылына 1,5 тонна ет өндіретін құс фабрикасы. Жоба құны 1,5 миллиард теңгені құрайтын 35 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін Арал ауданындағы түйе сүтінен құрғақ ұнтақ өндіретін зауыт. Жоба құны 952,7 миллион теңгені құрап, 23 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін Қызылорда қаласындағы ет комбинатының құрылысы жобаларын іске асыру жалғасуда. Мемлекет басшысының жолдауына сәйкес Қараөзек су қоймасын салу басталады. Биыл күріш егісі 89,6 мың гектардан 83,6 мың гектарға дейін қысқарды. Мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде ірі қара мал басы 223,1 мың бастан 342,4 мың басқа дейін, жылқы 71,3 мың бастан 164,7 мың басқа дейін, түйе 26 мың бастан 51,5 мың басқа дейін өскен. Жайылымдық жерлердің тиімділігін арттыруға және шалғайдағы мал шаруашылығын дамытуға ерекше назар аударылуда. Пайдаланылмаған жайылымдардағы 452 су көзін жөндеу жоспары 1,7 миллион гектар жерді пайдалануға мүмкіндік береді. Құрғақшылық салдарынан Арал ауданында малдың жаппай қырылуы сыр еліне елеулі сынақ болды. Суармалы судың жетіспеуіне байланысты төтенше жағдай жарияланды. Жедел шаралар нәтижесінде жағдай тұрақталды. Малшыларға көмек ретінде жем-шөппен қамтамасыз етуге, суару мәселесін шешуге, жайылымдарды, шабындықтарды суару және көл жүйелерін суландыруға жергілікті және демеушілердің көмегімен 563 миллион теңге бөлінсе, тауар өндірушілерге мал азығына жұмсалатын шығындарды ішінара субсидиялауға үкімет резервінен 1,7 миллиард теңге бөлінді. Балық шаруашылығын дамытудың 2030 жылға дейінгі өңірлік бағдарламасы іске асуда. Саланы дамытуға жалпы 29 миллиард теңге бөлінген. Бұл көксерке, торта, вобла, табан және тағы басқа да тауарлық балық көлемін 111 есеге ұлғайтып, 144 тоннадан 16 мың тоннаға дейін жеткізуге, ал экспортты 2 есе 4,2 мың тоннадан 8,5 мың тоннаға дейін өсіруге мүмкіндік береді. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру мақсатында тұрақтандыру қоры жұмыс жасауда. 34 әлеуметтік дүкен және әлеуметтік бұрыш жұмыс істейді. Азық-түлік тауарларын өндірушілер және сауда субъектілерімен бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу туралы 272 меморандумға қол қойылып, 13 монополияға қарсы комплаенс жасалды. Жыл бойына тұрақты түрде 36 ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өткізілді. Жыл басынан бері 20549 жаңа жұмыс орны құрылды. Оның 14114 тұрақты. Соңғы 5 жылда жұмыссыздық деңгейі 4,8-4,9% арасында болды. Қызылорда облысының 2023 жылға дейінгі даму экономикалық даму картасына сәйкес азық-түлік тауарларын өндіру саласында 88 жоба жоспарланған. 2020 жылы 17 жобасы іске асырылса, ағымдағы жылы құны 403 миллион теңгені құрайтын 13 жоба іске асырылып, 34 адам жұмыспен қамтылып отыр. Ал азық-түлік емес тауарлар өндірісінде 76 жоба жоспарланған. 2020 жылы 7 жоба іске асырылса, ағымдағы жылы құны 44 миллион теңгені құрайтын 7 жоба іске асырылып, 19 жұмыс орны ашылды. Ауыл шаруашылығы саласында 121 жоба жоспарланған. 2020 жылы 47 жоба іске асырылса, ағымдағы жылы құны 748 миллион теңгені құрайтын 22 жоба іске асырылып, 77 жұмыс орны ашылды. Құрылыс материалдарын өндіру саласында 59 жоба жоспарланған. 2020 жылы 9 жоба іске асырылса, ағымдағы жылы құны 429 миллион теңгені құрайтын 17 жоба іске асырылып, 107 жұмыс орны ашылды. Халыққа қызмет көрсету саласында 60 жоба жоспарланған. 2020 жылы 9 жоба іске асырылса, ағымдағы жылы құны 678 миллион теңгені құрайтын 15 жоба іске асырылып, 89 жұмыс орны ашылды. Жалпы айтқанда 2020 жылы жоспарланған 404 жобаның 89-ы іске асырылған. Ал биылғы жылы 2 миллиард 302 миллион теңгені құрайтын 74 жоба іске асырылып, 426 жұмыс орны ашылды. Шағын және орта бизнеске қолдау көрсету саласы бойынша 30 миллиард теңге сомасына 2605 жоба қаржыландырылды. 2,8 миллиард теңгеге 317 жас кәсіпкерлер несие алды. 1,7 миллиард теңге сомасына 2592 стартап жоба грант алды. Оның ішінде жас кәсіпкерлердің 716,4 миллиард теңгеге 868 жобасы. Көп балалы аналардың 315 миллион теңгеге 540 жобасы грант алды. Инженерлік инфрақұрылым,
Халықтың 97% орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. 65% табиғи газды пайдалану мүмкіндігіне ие. 67,4% табиғи газды 2021 жылдың соңына қарай пайдалана алады. Жолдардың 75% жақсы және қанағаттанарлық жағдайда. Білім беру саласының бюджеті 2018 жылы 93,7 миллиард теңгені құраса, 2021 жылы 184,2 миллиард теңгені құрап отыр. 2021 жылы 748 орындық 3 мектеп салынды. Оның ішінде 448 орындық 2 жеке меншік мектеп. Жыл соңына дейін 900 орындық 2 мектеп пайдалануға беріледі. Оның ішінде 600 орындық 1 мектеп авариялық мектептің орнына. Спорт инфрақұрылым объектілерінің саны 2019 жылы 2241 бірлікті құраса, 2021 жылы болжаммен 2315 бірлікті құрайды. Халықты бұқаралық спортпен қамту 31,3%-ға өскен. 2021 жылы мемлекеттік жеке әріптестік шеңберінде 6 жеке инвестордың қаражатына 1 спорт кешені салынды. Ал құрылысы жалғасып жатқан объектілердің ішінде 5 мемлекеттік бюджет есебінен және 1 самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының қолдауымен салынып жатқан спорт кешендері бар. 2021 жылы 2156 баланы қамтитын мемлекеттік спортқа тапсырысқа 212 миллион теңге бөлінсе, 2022 жылға 638 миллион теңге бөліп 4312 баланы қамту жоспарланып отыр. Ал мемлекеттік шығармашылық тапсырыс аясында ағымдағы жылы 100,1 миллион теңге бөлініп, 1522 жас қамтылған. Келер жылға 301 миллион теңге бөліп, 2150 баланы қамту жоспарланып отыр. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу жөніндегі 266 іс-шараны қамтитын облыстық кешенді жоспар бекітіліп, Жалаңтөс Баһадүрдің 445 жылдығын, Кете Жүсіптің 150 жылдығы, Ыбырай Жақаевтың 130 жылдығын, Роза Бағланованың 100 жылдығы атап өтілуде. Қай іске де халық әділ төреші өз бағасын береді. Ел игілігі үшін жасалған әрбір іс өз нәтижесін көрсетіп отыр. Сыр өңірі өміріндегі өміршең жобалар, байыпты бастамалар, жарқын жобалар халықтың ертеңге деген сенімін одан әрі нығайта түсері даусыз.